Бәріңе қайырлы күн ағайындар, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге разворот паттерн мен пробой паттерндарын көрсететін болам. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал қайырлы күн құрметті ағайындар, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге жаңағында айтып өткендей разворот паттерн мен пробой паттернын көрсететін болам. Бірінші разворот паттерн алатын болсақ, разворот паттернын көрсететін болсақ, негізі бұл өзі қысқа нұсқа сабақ, өте оңай сабақ. Разворот паттерны міне мына жерде бізге мысалы уровень сопротивления болса, мына уровень сопротивлениеде міне бір тиген, міне екінші рет тиген уровень сопротивление келген, міне үшінші рет келген. Үшіншісінде ложный пробой болып импульспен төменге қарай кетіп қалған. Осыларды біз қалай анықтаймыз? Осыны білетін болсақ, міне разворот паттернында бірінші алдыңғы сабақты өткенде поглощение паттерны орындалады. Болмаса төңкерілген балға орындалады, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Немесе стрикоза орындалады. Стрикоза паттерны жаңағындай доджи паттерны да. Бұны стрикоза паттерны деген көлеңкесі денесімен басынан дәуді көлеңкесі. Осыны айтады. Сосын пин-бар орындалады. Міне пин-бар паттерны. Мына жерде де бізде кішігірім уровень сопротивления болған екен, міне. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жерде де көріп тұрсыздар. Разворот паттерны орындалып тұр. Міне паттерн поглощения орындалып тұр, міне. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Разворот паттерндары осы мен ағайындар. Осыны айтып өтейін деп едім сіздерге. Бұлай сызып көрсететін болсам, негізі уверенный нелер болса, міне. Бірінші паттерн орындалса, екінші паттерн поглощение паттерны болады. Поглощение паттерны болады, міне. Осы поглощение паттерны орындалғаннан кейін, мына жерде уровень мысалы уровень поддержка болса, міне осы уровеньді бұзалмағанын бізге, то что график жоғары қарай кететін бізге белгі береді осы разворот паттерны. Осы ағайын осы әрі қысқа әрі нұсқада. Енді пробой паттерндарына келетін болсақ, пробой паттерндары міне бірінші пример сіздерге. Бұл жерде, мына жерде уровень сопротивления болған, кейін уровень поддержка болып есептелініп кеткенде, мына жерше. Бұл жерде қандай паттерндар орындалып бізде? Міне бір емес, екі балға орындалған. Үшіншісінде стрикоза орындалған. Бұл бізге үлкен және 100% бізге белгіде бұл. То, что қазір уровень сопротивления бұзылады, бұзылғаннан кейін график жоғары қарай кетеді деген. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жаңағы жерде айтып өткенде, міне мен енді қазір сіздерге айтып атқаным пробой паттерндары, уровень поддержки болсын, локальный уровень болсын, уровень сопротивления болсын, соларды бұзып шығатын паттерндардың заңдылығын айтып атырмын сіздерге. Бұл жерде мен былай сызып көрсететін болсам, мысалға мына жерде бізде уровень сопротивление болып тұр. Бұл жерде мысалға график келді да, осы жерден бізде егер мына жерден денесі құралып көлеңкесі өзінен 2 немесе 3 есе ұзын болатын болса, значит бізге бұл белгі уровень сопротивления жақын арада бұзылады, пробой болады, графика жоғары қарай кетеді деген белгі бізге. Бұл бірінші ситуация. Екінші поглощение ситуациясын айтып өтетін болсам, поглощение ситуация тура жаңағындай, бірақ бұл жерде поглощение ситуациясы уровень сопротивлениеге келгеннен кейін паттерн төмен құлады. Құлаған кезде келесі паттерн
бұл жерде бұл паттернның денесін полный жұтып алып, уровень сопротивлениені бұзбай немесе осы жерде тура уровень сопротивлениенің бойында тоқтайтын болса, біз мына ситуацияға көңіл бөлеміз да. Міне осы ситуацияға. Бұл жерде бізде поглощение паттерны, поглощение ситуациясы орындалып тұрғаннан кейін, бұл бізге белгі жаңағы уровень сопротивления немесе поддержка бұзылып шығатын жақын арада, локальный уровень немесе. Екінші ситуация стрекоза ситуациясы, жаңағы доджи. Міне бұл да бізге белгі уровень сопротивлениені жақын арада бұзып шығатыны. Одан кейін балғаны айтып өттім жаңа сіздерге, поглощение паттернын айтып өттім, доджи паттерндарын айтып өттім. Доджи паттернына негізі көлеңкесіне қарай мән береміз. Доджи паттерны, мысалы мына жерде доджи паттерны орындалды да, басы көлеңкесінен ұзын болатын болса, значит разворот, трендтің развороты да бізге бұл айтып тұрған белгі. Егер көлеңкесі ұзын болатын болса басынан, значит бізге жақын арада уровень сопротивлениенің бұзылатынын айтып отыр. Осыны есте сақтап алыңыз. Доджи паттернның өзінің заңдылығы бұл. Бір паттерн, доджи паттернның өзінің екі заңдылығы бар. Міне бірінші заңдылығы, одан кейін міне бірінші заңдылығы, міне екінші заңдылығы. Осыны есте сақтап алыңыздар. Ал ағайын, қысқары нұсқа болған сабақ, міне түсінбегендеріңіз болса, сабақты бастан аяқ тағы бір көріп шығыңыздар. Өте оңай сабақ негізі. Ал ағайын, келесі сабаққа дейін көріскенше, сіздермен болған Крейдер. Қош, аман болыңыздар.